Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздермен бірге әрі қарай дәрістік слайд тақырыптарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің бастайтын тақырыбымыз байланыс желілері мен арналары немесе каналдары. Бұл тақырып ақпаратты жинаудың интеллектуалды құралдары пәніне арналған кірістірілген цифрлық басқару жүйелері білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған. Дәрісті оқушы, аға оқытушы Нұрмағамбетова Жанар Сағитқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың жоспары байланыс желісінің классификациясы, ақпарат көзімен байланыс арналасын үйлестіру және хабарлама элементтерінің тең ықтималды күйлеріндегі ақпарат мөлшерін бағалау. Осы жоспар бойынша бүгін сіздермен осы дәрісімізді бастаймыз. Байланыс желісінің классификациясы деген ұғым ол ақпаратты бір кеңістік нүктеден екінші кеңістік нүктеге беру процесінде ақпарат тасымалдайтын сигналдардың белгілі бір физикалық немесе байланыс желісі деп аталады. Және бұл энергияның белгілі бір бағытта орындалуын қадағалайды. Қазіргі заманда байланыс желісінің көптеген классификациялары бар. Олар сигналдар таралуы мүмкіндік физикалық ортаға байланысты кейбір байланыс классификациясының жіктелуі. Одан кейін жалпы байланыс желілері мен сымды немесе сымсыз болып бөлінуі. Одан кейін сымсыз байланыс желілерінің өз кезегіндегі түрлері. Сымды байланыс желілері мысалы бірнеше топқа бөлінеді. Ауа, кабель, толқынды, жарық, су немесе талшықты оптикалық деп. Сымсыз байланыс желілері олар радио сызықтар, радио релелер және спутниктік желілер болып бөлінеді. Әрбір байланыс желісінің өзіндік тарихы бар, артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Сонымен қатар оқу құралының беттеріне көрсетілетін кейбір қысқаша мәлімдемелері де бар. Мысалы, әуесымдық байланыс желілері бұлар ең қазіргі заманда ең ескі көне болып табылады. Олардың артықшылығы құндары өте төмен және төмен пайдалану шығындары бар. Әуесымдарының байланыс желілерінің кемшіліктері бұлар қазіргі стандарттар бойынша өте нашар. Техникалық сипаттамалар олардың негізгілері мен тар өткізу қабілеті және сәйкесінше ақпарат беру жылдамдығы төмен. Қазіргі уақытта байланыс желілерінің бұл түрі өзінің өмір сүруін аяқтайды. Өйткені заман дамып кеткен, бұл ескі көне байланыс желілермен жұмыс жасамайды. Байланыс техникасында маңызды рөл атқармайды жаңағы ескірген кабельдік сымдар. Мыс өткізгіштері негізделген кабельдік байланыс желілері бұлар өткен ғасырдың аяғында негіз болып саналған. Дизайнға байланысты олардың параметрлері өте жақсы болуы мүмкін, бірақ бұл өндіріс кезінде де жұмыс кезінде де үлкен материалдық шығындарды қажет етеді, сондықтан оны да қолдамайды. Қазіргі уақытта мыс өткізгіштер негізінде көп желілік кабельдік байланыс желілерінің пайдалану келешегі жоқ, сондықтан байланыс желілерінің өзі моральдық тұрғыдан ескірген деп саналады. Толқынды байланыс желілері жоғарғы жиіліктегі байланыс желілеріне жатады. Бұларға коаксиалды байланыс желілері және өндірісті процестерді автоматтандыру саласындағы шектеулі бір мәндер жатады. Қарастырылып отырған тақырыпқа қатысты бұлар байланыс желілері спутник технологияларда қолданылады. Және де байланыс каналдарында, арналарында қолданылады. Жарық немесе талшықты оптикалық байланыс желілері бұлар қазіргі уақыттағы сымды байланыс желілері арасында өте кең таралған. Ақпараттың бір бірлігінің нақты құны бойынша олар бұрын қарастырылмаған барлық байланыс желілеріне қарағанда әлдеқайда арзан болып келеді.
Мыс сымдармен салыстырғанда талшықты оптикалық кабельдер олар салыстыруға келмейді. Олардың техникалық параметрлері әдетте жаңағыдай өндірістік байланыс жүйелерінде қойылған ең қатаң талаптарды қанағаттандырады. Сондықтан оларды қолдану ең алдымен технологиялық жүйелерді жобалау кезінде оңай. Талшықты оптикалық байланыс желісінің негізгі болып табылатын оптикалық талшық екі концентрлік қабаттан тұрады. Ядро және тиісті сыну көрсеткіштері бар оптикалық қабық. Оптикалық қабықтың айналасында жаңағы сыртқы әсерден қорғау үшін полимерлердің бірнеше қорғаныш қабаттары қолданылады. Олар мына жерде бірінші суретте көрсетілген оптикалық талшықты жобалау. Бұл жерде сыртқы және ішкі қабықшалар көрсетілген, және де орта сердцевина дейміз, ортасындағы оптикалық талшықтың нүктесі көрсетілген. Бұл жерде талшықтардың негізгі екі түрі бар. Көп сәулелі және бір сәулелі. Бұл көп режимді және бір режимді талшықтар болып саналады. Көп сәулелі типтегі өзегі бар талшықтар қадамды және сатылы болып бөлінеді. Талшықты көп сәулелі қадамдар түрі өз атауын, өзек және қаптаудың сыны көрсеткішінің күрт секіруіне ұқсас айырмашылығынан алынады. Неғұрлым кеңейтілген сатылы өзекте жарық сәулелері талшық бойымен көп жолда таралады. Бірақ сатылы қадамды жаңағы ядрода айырмашылығы, сатылы ядрода осьтен тыс бағытта әрқайсымен төменгі сыну көрсеткіші бар көптеген шыны қабаттардан тұрады. Бір сәулелі талшықты ядро арқылы жалғыз жарық сәулелерін беруге болады. Бұл іс жүзінде бірінің үстінде жарық импульстарын қою арқылы кез келген бұрмалауды жояды. Бір сәулелі талшықтың өзегі өте кішкентай, оның немен өзегі 5-10 микронды құрайды. Бір сәулелі талшық көп сәулелі талшықтарға қарағанда жоғарғы өткізу қабілеті мен қуатына ие болады. Байланыс арналарының сипаттамалары бұлар ақпараттарды, сигналдарды бөлек желілер арқылы береді. Бүтіндей түбегейлі қиындықтар туғызбайды. Егер бір қабылдағышқа бір сигнал беру үшін бір жұп берілсе, n сигналды беру үшін n жұп сым беріледі. Алайда мұндай көп сымды жүйелер алыс қашықтықта беру үшін пайдаланылады. Бүгінгі күні бірнеше сигналдардың бір уақытта беруі бір байланыс желісі арқылы жүзеге асырады. Байланыс теориясында көптеген хабарламаларды беру үшін бір байланыс желісін пайдалану байланыс желілерін мультиплекстеу немесе байланыс каналдарын қалыптастыру деп аталады. Сонымен байланыс арнасының хабарламаларын тәуелсіз беру қамтамасыз ететін техникалық құралдар мен олардың жұмыс істеу алгоритмдерінің жиынтығы деп атауымызға болады. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың қолдану саласында байланыс арнасының басқа да көптеген анықтамалары бар. Тарату алдында жаңағы сигнал әдетте өзінің қасиеттерін оңтайландыру және осы қасиеттерді байланыс арнасының қасиеттерімен сәйкестендіру үшін керек. Мұндай өңдеуге арналған ережелер жиынтығы әдетте протокол деп аталады. Сигналды бұрынғы түріне қалпына келтіру үшін қабылдау кезінде көрсетілген ережелер жиынтығы протоколдар болу керек. Осы жағдайда ғана ақпаратты бұрмалаусыз беруге болады. Қажетті деңгейге дейін сигналдың өңдеудің микропроцессорлық құралдары және белгілі бір алгоритмдер негізінде орындалатын тиісті бағдарламаларды қолданбай, көбінесе күрделі өте жоғары деңгейде жүзеге асыруы мүмкін. Байланыс арнасының негізгі сипаттамалары: байланыс арнасының сыйымдылығы, ақпарат беру жылдамдығы, өткізу қабілеттілігі. Байланыс каналының сыйымдылығы ВК мәніне тең, өзінің формуласы бар. ВК тең ТК көбейтілген дельта ФК көбейтілген HK. Мұндағы ТК арнаның жіберілген хабарламамен айналысатын уақыты, ФК арна өткізетін жиілік жолағы, НК байланыс арасындағы сигнал мен кедергінің шудың энергетикалық қатынасын көрсететін параметр. Көп жағдайда мұны қабылдауға HK тең PS бөлінген P-ға тең. PS байланыс арнасының жолағындағы сигналдың қуаты, ПП байланыс арнасының жолағындағы кедергі қуаты, УК ақпаратты беру жылдамдығы мен уақыт бірлігіне берілетін И ақпарат мөлшерін анықтайды. УК тең И бөлінген Т бұл байланыс арнасының СК өткізу қабілеті. Бұл ақпаратты берудің ең жоғарғы жылдамдығы болып саналады. Ақпаратты беру жылдамдығының канал сыйымдылығына қаншалықты жақын екенін анықтау үшін НЮК сипаттамасын табуымыз керек. Оны байланыс арнасының пайдалану коэффициенті деп аталады. НЮК тең УК бөлінген
СК-ға тең. Байланыс арнасының өткізу қабілеттілігіне байланысты арнаның маңызды сипаттамаларының бірі болып саналады, және де екінші реттік параметрлерімен байланысты. Мысалы, FK байланыс арнасының өткізу қабілеттігі қалыпты заң деп аталатын каналға уақыт пен кедергі бойынша үздіксіз сигнал берілген жағдайда, Шеннон ұсынған өрнек бойынша оның өткізу қабілеттігіне байланысты байланыс арнасын өткізу қабілеттігін табуымызға болады. СК тең дельта FK көбейтілген логарифм, екілік логарифм 1 қосылған PS бөлінген ПП-ға. Бұл осы біздің байланыс арнасының ақпараттық сигналдарды беру кезіндегі жалпы шолуы классификациясы болып саналады. Бүгінгі дәрісіміз осымен тамам. Қалған дәрісімізді келесі сабақта жалғастырамыз. Ақпарат көзімен байланыс арнасын келісу тақырыбымен бастаймыз. Бүгінгі сабаққа зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.